Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Асхана арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге асқабақтан ерекше дәмді және де минералды заттарға, дәрумендерге толы сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін мұқият қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Керекті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер болады. Және менде үйде осындай кішігірім капуста қалған екен, осыны қосып жібердім. Қосу мүлде міндетті емес. Ең алдымен пиязымызды өзіңіздің қалаған формада жақсылап турап аламыз. Мен ұсақтап турадым. Блендерге салғанда жақсылап езіліп кету үшін осылай ұсақтап турап алдым. Достар, міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Қазіргі асқабақтың сезонында осы тағамды менюңызға қосуды әдетке айналдырыңыздар. Себебі асқабақ адам ағзасына өте пайдалы және де бұл тағамды оңай, тез дайындауға болады. Енді ыдысымызға аздаған сұйық майымызды құйып қыздырып қоямыз. Майымыз қызғанға дейін келесі сәбізімізді ұсақтап турап аламыз. Ал достар, менің каналымда бұдан басқа да асқабақтан жасалған рецептер өте көп, сондықтан да міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы, бұл тағамға етті қосудың қажеті жоқ, және де сорпаға да дайындалмайды. Барлығы осылай көкөністерден дайындалады. Көкөніс адам ағзасына өте пайдалы, сондықтан да күз мезгілінде иммунитетіңізді көтеру үшін міндетті түрде менюға қосуды әдетке айналдырыңыз. Келесі картопты да дәл осылай ұсақтап, төрт бұрыштап турап алдым. Ал енді майымыз қызған болса, ең алдымен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Қызып тұрған майға алдымен пиязымызды салып, жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғанша асқабағымызды да турап дайындап қоямыз. Барлық өнімдерімізді алдын ала осылай турап дайындап қойсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Себебі біз барлығын осы ыдыста қызып тұрған майда жасайтын боламыз. Мен барлығын осылай дайындап қойдым. Мінекей біздің пиязымыз да жақсылап сап-сары болып қуырылып шықты. Енді осы пияздың үстіне сәбізімізді қосамыз, және де оның үстіне картопымызды қосамыз, асқабағымызды қосамыз. Барлығын осылай алдын ала дайындап қойсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Барлығын қосып, 3 тісше сарымсақ қостым. Оның үстіне суымызды қосамыз, және де су бізде асқабақтың бетін жаппай тұру керек. Картоптың бетін жауып тұрады, асқабаққа жетпеу керек. Себебі біз қазір бұны блендерден өткізген кезде өзі езіліп соғы шығатын болады. Қақпағын жауып қайнатамыз. Біздің өнімдеріміз қайнағанға дейін мен жарты дана капустаны ұсақтап, төрт бұрыштап турап алдым. Қосу міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Дәл осылай бір рет қайнағаннан кейін оның үстіне туралған капусталарымызды қосамыз. Қақпағын жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін, бір рет қайнағаннан кейін осылай араластырып, татымына қарай тұзымызды қосамыз. Және де оттың астын баяу отқа қойып, көкөністеріміз піскенге дейін қайнатамыз. Дәл осылай қайнап піскеннен кейін бөлек жерге алып, оны блендермен еземіз. Барлық көкөністеріміз езілгенше осы блендермен езіп аламыз. Бізде пюре секілді қоюлау масса шығуы керек. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы қазақша контентті қолдап, өсуіне, дамуына өз қолдауыңызды білдіріп, менің арнама тіркеліп, және де келесі шығатын видео рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін все деген белгіге басып қоюларыңызды ұмытпаңыздар. Блендермен езіп болғаннан кейін қоюлатылған 10% сливкимізді құямыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз да қайтадан отқа қойып, бір бұрқ еткенге дейін қайнатамыз. Бір бұрқ еткеннен кейін араластырып, біздің сорпамызды ұсына берсек болады. Өте дәмді, тойымды және де дәрумендерге толы дәл осы тағамды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өзіңіздің қалауыңызша кез келген оформление түрімен ұсынсаңыздар болады. Менде осындай қатырылған аскөктер сонымен қосып ұсындым. Ал сіздер дайындап көріңіздер, дәміне ғашық боласыздар, және де сіздерге ұнаса поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүруді ұмытпаңыздар. Пока-пока.